кезіндегі қауіпсіздік оны да одан кейін бар екен. Ендеше соның ең маңыздысы қазір көптеген адамдардың тағдырын, өмірін жалғап жатқан ол біздерде өрт қауіпсіздігін сақтау туралы біз бұрыннан да айтып келе жатырмыз, бірақ соны тағы да ескертпе сабақ, қауіпсіздік сабақ ретінде сендермен бір-екі рет атап өтуіміз. Адам өмірінің қауіпсіздігіне байланысты көптеген сабақтарды өттім. Соның ішінде қандай сабақтар сендер естеріңде қалды? Дұрыс айтасыңдар. Біріншісі жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіздік. Дұрыс айтасың. Тағы да су тасқыны кезіндегі қауіпсіздігіміз және жасмен айта ғой техника кезде техника кезіндегі біздің қауіпсіздігіміз жарайды өрт кезіндегі қауіпсіздік және ерасыл сақтауымыз керек екен. Ең бірінші ережемен кім таныстырады? Кім таныстырады? Ал Бақтияр таныстырады. Өртті байқаған бойда ересектерге немесе өрт сөндіру бөлімінің 101 нөміріне хабарлайды. Дұрыс айтасың. Демек біз бірінші өртті байқаған жағдайда бірден кімге звондауымыз керек екен? 101 нөміріне хабарлауымыз керек екен. Екінші ережемен кім таныстырады? Ал Аружан шыға ғой. ғимараттан тез арада шығып кетуге әрекет жасау. Иә, дұрыс айтасың. Демек екінші ережеміз қандай екен? Иә, ғимараттан тез арада шығудың әрекетін жасауымыз керек екен. Отыра ғой. Үшінші өрт қауіпсіздігінің қағидаларына байланысты менде бір мынандай пікірталастық сұрақ болып тұр. Көбінесе өрттің шығуына негіз болатын адамдар бұл кішкентай балалар деп ойлайсыңдар ма, жоқ жасөспірімдер деп ойлайсыңдар ма, қалай ойлайсыңдар? Немесе ересек адамдар болуы мүмкін бе? Кімде қандай ой бар? Қалай ойлайсың? Айша Менің ойымша өрттің шығуына көбінесе кішкентай балалар кінәлі. Себебі олар телефонынан ойын ойнаған кезде де тоқ көзінде ұзақ отырады және қолдар рұқсатсыз сіріңке деген сияқты ойыншықтар. яғни олардың қызығушылығы, телефонға деген ұзақ отырғанның кесірінен немесе спичканы жаңа сіріңкені жағып көрейін деген кесірінен көбінесе кішкентай балалар кінәлі деп ойлайсың, иә? Кімге тағы қандай ой бар? Менің ойымша да кішкентай балалар деп ойлаймын. Себебі тоқта тұрады ғой, соның өзі шұқылап, әрбірсі шұқылай береді, оның өзі атып кетуі мүмкін, соның себебі күйдіріп шығуы мүмкін. Және де олар жерде тұрған сіріңкені ала салады немесе батарейка болады ғой, солардың бәрін ала салады, немесе телефонды лақтыра салады, ол істемей жатса, соның өзінен күйдіріп шығу керек. Демек кішкентай балалар кінәлі деп ойлайсың. Ал Ерасыл, сен де қатысып тұр ма? Қандай ойлайсың? Заправка бар демек шегіп, соның өтінен өте жасы болады деп ойлаймын. Бір адам емес, өте көпшілік ортаға зиян тиеді. Өте керемет. Дұрыс айтасың. Ерасылдың ойынша үлкен ересек адамдар кесірінен көп пайыздар өрт шығады дейді. Ал оған қалады. Менің ойымша ересек адамдар кесірінен өйткені мысалы қыдырып солайға шыққан кезінде көпке өрт сөндіріп соны өшірмей кетіп қалады. Дұрыс айтасың. Бұл да ересек жануарларға зиян. дұрыс айтасың. қоршаған ортаға өзінің зиянын тигізіп жатқан бүлдіршіндер емес көбінесе кімге десек ересек адамдар деп ойлаймыз. Ал Аружан? басқа нәрсеге бөліп, жаңағыдай тоқ көздермен ойнамайды, шыққылармен ойнамайды, сондықтан өрт туындамайды. Жарайды, отыра ғой, рахмет. Сонымен балалар, бүгінгі өткен сабағымыз ол біздерде өрт қауіпсіздігі болатын. Осы өрт қауіпсіздігіне байланысты сендер не ой түйдіңдер, қандай ойға келдіңдер және біз көбінесе неден менің қауіпсіздігін сақтауымыз керек. Өрт сөндіру ережелері Өте маңызды қарауымыз керек, иә? Жарайды, одан кейін кім қалай жазып жатса? Біз өрттен сақтауымыз керек және де Ерасыл айтқандай барлық қағидаларын, ережелерін сақтап жүруіміз керек. Және де бір шіркін өзінде үлкен өрт, яғни көптеген орманның бәрін алып кетуі мүмкін. Сондықтан сіріңкеден, түрлі қуаттағыштардан абай болайық деген келеді. Және де сақтансаң, өзің сақ жүресің дейді. Сондықтан өз өзіңізге көңіл беріп, әрбір нәрселердің ережелерін сақтап жүрейік. Жарайды, керемет. Тағы мысалы табиғатта орманда от жағып кету. Иә, от жаққаннан кейін оны міндетті түрде ескерту керек. Қорытындыға келсек, ол тілсіз жау, оны сөзбен тоқтату мүмкін емес, және оттан қорғану керек. Әр жағдайда біз оттан қорғанып жүруіміз керек. Иә, жақсы, рахмет балалар. Қалай да ой болмақ? Әр жағдайда ереженің барлығын жаттап жүру керек. Иә, дұрыс айтасыңдар. Сақтықта қорлық жоқ деп айта кеткендей, осы өткен сабағымыз бойынша біз осы өрт қауіпсіздік қағидаларын сақтап жүрміз. Өте керемет. Ал Дариям айта ғой. Қорытындылай, өрт кезінде біз әрдайым 101 деген нөмерге хабарласуымыз керек және өрттің пайда болуына алып келетін заттардан сақ болуымыз керек. Өте жақсы, керемет ой болды. Кімде тағы қандай ой бар? Жаңағы пікірталасымызға байланысты кім қандай қорытынды шешім шығара алады? Ал бағана да айтып кеткендей, ересектердің кінәсін іздеп келеді және де ересектер жасөспірімдер де кішкентай балаларды бәрі кінәлі деп айтып кеткендей, адам болған соң қателік жасайды. Сондықтан адам сақ болып жүру үшін әрбір ережелерді сақтап дұрыс жүруіміз керек. Дұрыс айтасың, рахмет өте көп. Ендеше балалар, сіздерге бүгінгі өрт қауіпсіздігі сабағы түсінікті болды ма?
Ендігіден бастап барлығымыз өрт қауіпсіздігін есте сақтап, ережелерін жаттап жүреміз бе? Жарайды, ендеше сау болыңыздар. Қандай ойға келдің? балаларға Jamendo.com